Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен халқымыздың дастарханынан үзілмейтін тарының пайдалы жақтарымен және қандай жағдайда тарыны пайдаланбау керектігін білетін боламыз. Менің каналымда тіркелмей көретін жандар көп екен. Сізге аз ғана өтініш, еңбегімді бағалап, қазақ тілді каналымды қолдап, тіркеліп, жүрекшені баса кетіңіз. Тарыны жақсы көрмеу мүмкін емес. Кішкентай кезімізде анамыз тарыны сүтке былғап, үстіне қант салып бергенде одан өткен дәмді тағам болмаушы еді. Жаңа босанған аналарға да ақ шайға тар салып береді. Ондағы себеп сүті көбейіп нәрленсін дегені. Тарыдан құнарлы тағамдарымыз женет, тарсөк, майсөк жасалады. Ендеше тарының тарихымен және тары туралы ғылым не дейтіндігін білгіңіз келсе, бейне жазбаны соңына дейін көріңіз. Тары ұзақ мерзімге сақталатын құнды дақыл. Халқымыз жауынгер дақыл деп те атайды. Себебі тары қуаңшылыққа және ыстыққа төзімді. Диқандардан да көп күтімді талап етпейді. Ғалымдар тарының шығу тарихы 5-7 ғасырлардан тамыр тартады деп жазып жүр. Әлемде тарының 500-ден астам түрі өсетін туралы да деректер бар. Бұл бағалы дақыл тұңғыш шығыс елдерінде, соның ішінде Үндістан, Моңғолия мен Алтайда шыққан деген пайымдаулар алға тартылуда. Тарының бағалы да құнарлы дақыл екенін ата-бабаларымыз ертеден білген. Сондықтан да артына кеспе көже күн батқанша, бидай көже ел жатқанша, тары көже таң атқанша деген сөз қалдырған. Тарының тағам ретіндегі құнары мен жұғымдылығы, денсаулыққа пайдасы ғылымда әлдеқашан дәлелденген. Адам ағзасына тоқтықты дарытумен бірге емді қасиетімен де қадірлі. Ол адамға күш-қуат береді. Бауырдың жұмысын жақсартады. Қан қысымын реттейді және ішек-қарын жұмысын жақсартады. Ғалымдар басқа да емдік қасиетімен бірге адам ағзасындағы улы заттарды жоюға да септігі бар дегенді айтады. Тары адам ағзасына керекті дәрумендердің қайнар көзі. Онда ақуыз жеткілікті. Аллергияға әсер ететін глютен жоқ. В тобындағы дәрумендерге, бауырға қажетті холинге бай. Сүйекке, жүрекке, иммунитетті көтеруге керек магний, калий, цинк көп. Онда көз жанарының бұзылуына әсер етерлік заттардың әрекетін тежейтін антиоксиданттар да бар. Өт қабы мен өт жолдарына пайдасы бар. Соған орай кейбір жармалар сияқты қанда қанттың көбеюіне ықпал етпейді. Сондықтан тары қант диабетімен ауыратындар үшін күнделікті тұтынуларына аса қажетті. Оның үстіне салмақтан арылуға әрекет етіп жүргендер үшін тиімді. Тарыда көз жанарының бұзылуына әсер ететін зиянды заттардың әрекеттерін тоқтататын антиоксиданттар бар. Тары ботқа мен оның сорпасы ағзадағы артық холестерин мен токсиндерді, дәрілердің қанда ұйып қалған қалдықтарын сыртқа шығаруға үлкен көмегі бар. Бауырға да пайдалы. Тары ботқасы ағзаны қуаттандырып, артық тұзды сыртқа шығарады. Ескеретін жайт: тарыны шамадан көп жеуге де болмайды. Қалқанша безі жұмысына әсер етіп, гормондарды түзу қызметі төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ ағзасында йод тапшылығы бар жандар тұтынбағаны абзал. Тары ботқасы сау адам ағзасындағы зат алмасу процесіне кері әсерін тигізбейді. Тек ғалымдар тарыны күндізгі нәрдің көз ретінде тұтынбауға кеңес береді. Сондай-ақ гастритке шалдыққандарға жеуге болмайды. Тарыны қалай сақтау керек? Тары ауа өткізбейтін контейнерде 6 айға дейін жылу мен жарықтан алыс сақтаңыз. Сондай-ақ оны 1 жылға дейін мұздатуға болады. Піскеннен кейін тары тоңазытқышта ауа өткізбейтін контейнерде 3 күнге дейін сақтаңыз. Тары ұнында ауа өткізбейтін ыста қараңғы, салқын жерде сақтау керек. Тары ұны қоймада сақталған кезде сатып алынған күннен бастап 3 айдан 6 айға дейін сақталуы керек. Бірақ оны ашқаннан кейін тоңазытқышта сақтасаңыз, ол 8 айға дейін балғын болуы керек. Бүгінгі ақпарат аз да болса керегіңізге жарасын. Каналымды қолдап, тіркелуді ұмытпаңыз. Алда көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік ағайын.